қазақ тіліне сен осындай қастандық істедің бе, бітті, қылмыспен теңелсін. Ондай жоқ, бізде қазақ тіліне кім қиянат жасайды, соның бәрі жүре береді. Қазақ байыса қатыналады дейді. Қазақ байса несі жаман? Бай қазақ көп болса, қатыналса. Ерлан Төлеутай демографияның өсуіне үлес қоспады, бітті. 4 камера тұр. Жеңгемнен қорқасыз ба? Нешін қорқуым керек? Ерлан Төлеутай, сенде бүгін бар, әйел сенің жаныңда. Сенде бүгін жоқ, әйел қош бол сәулем көргенше. Солай ма? Мінеке өмірдің шындығы сондай нәрсе. Сол. Армысыздар достар, Адырна ұлттық порталының жаңа жобасы. Қош келдіңіздер, керек кісі. Каналымызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде қонақта мәдениеттанушы, тарихшы, ұлттық өнердің жаңашыры Ерлан Төлеутай. Ерлан, қалайсың? Жақсы. Енді бізде солтүстікте жайбырақат дейді, Иә. Шымкентте беймарал дейді, Иә. Ақтауда арқайын дейді. Сөйлейді екен. Иә, солай арқайын отырып, Шымкентше беймарал отырып, шай ішіп, ана бір қонақтар кеткеннен кейін айтады ғой, енді болды, кетті, жарайды, жақсы, сау болсын, есік жапқаннан кейін. Ал, енді өзіміз отырып шай ішеміз дейді. Ой, сол шай керемет шай негізі. Сол сияқты осылай бүгін отырып шай ішейік, әңгімелесейік. Енді қалың көпшілік сені тағы да айта кетейін, осы қазақ тілінің жанашыры ретінде қабылдайды. Жақын арада бір сыбыс естіп жатырмыз, Ерлан бастық болды деп жатыр. Өзім қорқам, біреулер бастық болып кетсем, ертең амандаспай кетпесін менімен. Ойбой, баяғыда нешінші жыл таныстық біз? Ол енді 2000 жыл танысқанбыз. 2000 жылы танысқанбыз. Қарағандыда танысқанбыз. Қарағандыда. Маған Ерлан сен және мен деген бір әнін сыйлаған. Ол ән әлі күнге дейін орындалып жүреді. Осы көрермендер сұрап жатады, сол әнді орындаңызшы деп концертке барғанда. Сол үшін Ерлан мен үшін енді танымайтын адам емес. Мен үшін Ерлан керек кісі. Өйткені бұл композитор, белгілі әндері көп, тағы да әндерін сыйлайды деп ойлаймын өзім. Бір ән бар. Бір ән бар дейтіне көрдіңіз ба? Осы эфир арқылы ән сұрап алдым Ерланнан. Енді бүгін осындай бізде бір өзінің құпиясы бар, өзіндік мағынасы бар жаңа жоба. Өзің қалай ойлайсың? Керексің бе? Кімге керексің? Қоғамға деген егер сол мағынада болса, енді кейде өзіңе керек сезінесің де, өзі бұл кейде бір керексіз болады. Керексіз болып қаласың. Кейде мен көбінесе өзімді бір артық адам санаймын осы қоғамға, мен бір артық сезінемін. Өйткені біздің бойымызға қабілетіміз бәрі керегі жоқ. Әнші ретінде тіпті бір көп қоғамның мінін айтамыз. Осы мынандай өзекті мәселелерді көтереміз. Сонда көптеген адамдардың ұнатпайтынын байқаймын да. Сосын енді бізде бүкіл жолдар жабылған, мысалы, мен сияқты адамдарға. Мен бағана бір жыршы Берік Жүсіптің бір парақшасынан бір көңіл толқытатын жазба оқып қалдым. Сонда Таласбек Әсемқұловты айтады. Таласбек Әсемқұлов деген енді бір данышпан кісі еді, мысалы. Сонда айтады, сол мына бір күні айтты дейді да маған. Мені мына бір жансал бағымды ашты ғой. Содан керемет кино болып, керемет фильм болып шығып, өзімді керек адам ретінде сезініп, сол сезінген ол қалай болған? Оған Иманғали Тасмағамбетов машина мінгізіпті. Енді қымбат шетелдің сүліктей қап-қара керемет машинасы. Сонда енді ол өмір бақи жаяу жүрген ғой енді. Сосын енді машинаны әкеп берді, туған бала шағасы бәрі мінген, түскен.
жаңағы рөлге отырғызған соны жүргізілмейді екен енді Таласбек Әсемқұлов. Сонда енді маған енді картинада машинаның керек жоқ қой деп сондай бір мұңын айтты дейді. Сол сияқты сол Таласбектер керек болмаған кезінде соны ең соңғы бір 5-6 жыл ресурсы қалған кезде ғана біздің қоғам пайдаланды. Оның өзінде жаңа Досқан Жолжақсыновтар оны ашып сценарист ретінде хабарда ол мына нені аударып жай ғана сериалдарды аударып әр бетін 200 теңгеден содан өлді. Оны Зира жеңге айтты. Ана сондай жауыз жүйе құрылған бізде мына шығармашыл адамдардың өлтіретін және ол нағыз талантты адамдарды. Иә, нағыз талантты адамдар сосын ұлтқа жақын болса, оны айтып ерттеп мініп алып өлтіретін. Бізде ондай өлімдер көп болды. Енді өлім туралы айтпай-ақ қояйық, Ереке. Жоқ, ана Таласбектің мысалында айтып отырмын да. Сізді түсіндім. Бірақ осы жақында бастық болыпсыз. Енді кейде бір керексіз болып қаламын дейсіз. Қазір бастық болып жатсыз. Сол туралы айтсаңыз, қалай? Кресло жұмсақ па, ұнады ма? Жоқ, онда бол. Секретарша бар ма? Жоқ, ондай. Бізге ондай бастықты кім берсін? Бірақ мына қазақ фильмде үлкен өзгерістер болып жатыр. Енді мен бұрын мына анимация саласын басқарып келдім. Онда басқарғанда бас редактор болдым көп жылдар. Мысалы 10 жыл өмірімді осы анимацияға арнадым. Оны анимация бізде өте сондай бір деңгейде болды. Енді қазір оны біз үлкен деңгейге көтердік. Сол бәрі жастар қазір. Біздің мысалы шығарған Мұзбалақ деген фильмімізді әлемдік прокат 2 мемлекет сатып алыпты. Ол деген сұмдық қой. Егер сәл-пәл қамқорлық болса, тіпті өрлейін деп тұр. Сосын енді қазір мына қазақ фильмде бізде мына тіл мәселесі жылдан жылға ақсап бара жатыр. Ақсап бара ма? Иә, өйткені қоғам бізде қатты орыс тілденді қазір. Мына басшылықта мысалы бүкіл қай саланы көрсеңізде осы орыс тілді азаматтардың біз басшы болғанын байқаймыз. Содан кейін орыс тілді азаматтар енді өзінің маңайына сондай адамдар жинайды. Бұл процесс ешқандай мекемен айналып өтіп жатқан жоқ. Ал енді қара жұмыс істейтін қазақ фильм керек па? Ол қазақтың бірінші ұлттық қара шаңырағы. Ұлттың киносының қара шаңырағы. Ол қазақ фильм деп аталады. Ол енді орыс фильм емес, ағылшын фильм емес. Сондықтан ол біз ол бір идеологияның бір орталығы, тіпті стратегиялық орталық деуге болады да. Біз соны енді қазір соны қолға алып жатыр. Біздің жаңа басшылық, министрлік әйтеуір келісіп өздері сол мені сонан дубляж мәселесіне, осы қазақ тілі мәселесіне сол сектордың бастығы қойды енді. Бірақ енді ол қордаланған проблема өте көп. Ол ешқандай қаржыландырылмайды мысалы. Бұрын қаржыландырылған, мысалы дубляждың өзінің кәдімгідей әлгі қаржылық бухгалтериясы болған ғой. Былай айтқанда. Бәрі сол өзінің ешкім қиналмайтын еді. Анау Шәкен Айманов заманынан бері өте бір біздің қазақ дубляж деген өте мықты дубляж болатын. Өзі бүкіл Союзда, одақта сол кезде бәрі таңғалатын біздің дубляждарға, өйткені аударып жасайтын. Енді соның бәрі жоғалды ғой. Ана үлкен ағалардың бәрі өмірден өтті. Қазір енді басқа ұрпақ келді. Аңға тілі келмейді, қыға, әге тілі келмейтін. Осының бәрі дубляждың мойнында. Мен шынымды айтсам, осы тарихи киноларда көп жұмыс істедім ғой енді. Көп сценарийлерді жаздым. Қазақ хандығы деген фильмді басын аяғына дейін диалогтарын мен жазып шықтым. Сонда оны актерларды ойнаттым. Осылай бәрін сен былай айт деп жаңа соның тілдері мүкіс жастардың. Хан деген жоқ. Соны енді олар дайындалмайды мысалы. Ана Атагел Смайыловтар өз заманда олар қатты керемет дайындалған ғой енді. Ол ана иісі бұрқырап тұрады. Мен айтам, сендер ана иісін бұрқыратуды үйреніңдер. Қазақылықты. Сендер мына жыр тыңдасаңдар, жыр мына көне жырлар тыңдаңдар, күйлерді, Алпамысты жаттаңдар, жаңа Махамбет бәрін оқыңдар, кітап оқыңдар. Сонда сендердің тілдерің сынады. Кішкене сендер қазақтық рух сіңеді. Сондай соны күле қарайды мына жастар. Осындай кезеңде енді біз қазақ фильм қалай мына қазақтың дүниетанымын бере аламыз. Біздің режиссерлардың өзі орыс тілді болып жатыр. Мысалы бағана жиналыс болып жатыр, бір қазақша жоқ. Мысалы
жаңа бүкіл мекемелерден келген мысалы барлығы сонда мен ойлаймын да қалай болады біз ұлттық киноны қалай жасаймыз егер осы қалың орыс тілді қауыммен. Сондықтан енді мені сол осы қазақ тілінің көсегесін көгертетін шығар, қазақтыққа бір лептіретін шығар деп соны мен енді қойған шығар енді мен. Шығар дегенде сонда сенім, өз-өзіңізге сенім жоқ па? Мен өзіме сенемін, бірақ ол енді біздің мемлекеттік деңгейде бұл мәселе қолға алынбағаннан кейін, өйткені не өгей бізде, қазақ тілі өгей, не қаржыландырмайды, қазақ тілі қаржыландырмайды, не төмен. Мысалы, дубляж дейді, ең аз, мысалы, бір бет, мысалы, 1000 теңге дейді да, сол бір бет осыдан неше жыл бұрын 1000 теңге болған әлі сол. Ал енді орыс тілді қауымға барып, соны орысша аударды десе, олар қымбат алады, өйткені олардың да қызметі қымбат. Қазақ тілін бәрі сол өгейістіп, бір ең соңында киноның ана Томирис деген фильмді көрдіңіздер ғой. Соның қазақ тілін мен аударған едім, соны Томиристі. Ақан Сатаев бірнеше аудармашы аудартқан екен, ескі түрікше тілде түсірілді ғой. Сосын соңында маған өзі айтты, Ереке, осыған өзің кіріс беріп, мынаны жасап бермесең болмайды деп, мен енді жарайды деп, соны жасап бергем. Бірақ соның өзі орыс тілінде шықты. Сон қазақтың тіліне деген немқұрайлық та, оны біздің аударса да? Иә, біз дайындап қойдық. Бірақ қазір жаңа рынок дейді, олар көрермен бәрі орыс тілді деп ойлайды, сөйтіп оны прокатқа орыс тілінде шығарып жүрді. Ол қаншама шу шығарды. Сонда біз көрерменді сыйламаймыз. Өйткені қазақ тілді болғандықтан сыйламайды да. Қойшы қазақтар деген ренжімейді. Қазір біз касса жинап алайық орыс тілінде деді да. Сол сөйтіп шешім шығарды да. Ал ол біздің халықтың жүрегіне қатты батты. Қаншама шулар болды, көрдіңіздер ме? Сондай мәселелер мысалы, сол жанын ауыртады да. Ал бізде талап етіп отырған бізде бір құрылымдар жоқ бұны. Бізде жүйе болса, қазақ тіліне сен осыны қастандық істедің бе? Бітті. Жұмыстан шық, немесе сөгіс ал, немесе тіпті керек десең, тіпті қылмыспен теңелсін деген сияқты. Иә, ондай жоқ. Бізде қазақ тіліне кім қиянат жасайды, соның бәрі жүре береді да. Сондай мәселе. Ол бүкіл салада болып жатыр. Жаңа өзің айтып отырсың, ол сенбейсің бе деп. Мен сенемін әрине, ол түбі қазақ тілі мемлекеттің тілі болады. Өзі бәрі орнына келеді. Бірақ қазір келмей жатыр. Өйткені не заң қорғамайды қазақтың тілін, не оны қаржы қорғамайды, не оны біздің үлкен биліктегі азаматтар, мемлекеттік шенеуніктер қолдамайды. Содан кейін жастар қайтады ол тілді. Мысалы, жастар ағаларға қарайды. Ол қазақ тілі трендті емес, модды емес. Қазір мына мектептерге кездесуге барасың, қазақ мектептерінің өзінде орысша сөйлесіп жүреді, бір-бірімен орысша сөйлеседі балалар. Сол ана тәуелсіздік алған кезде қатты қуандық қой. Ой, енді бітті біздің күніміз туып деп. Ал біздің күніміз әлі туған жоқ. Біз ешкімге керек жоқпыз қазір. Өйткені біз тым қазақпыз. Біздің үстімізден, жанымыздан, демімізден, даусымыздан қазақ несі шығады. Сондықтан біз кішкене өгейістеді да, мына осы жалпы қоғамдық ортада. Өйткені бізге жаңағы Таласбекке әлгі көлік алып бермеген сияқты, бізге жаңағы не атақты да бермейді, тіпті пәтерді да бермейді. Осы уақытқа дейін мысалы біз әлі үй жалдап тұрамыз, мысалы жасымыз қазір енді 60-ға келіп қалды дейсіз. Ал енді сол ана жай адамдарды қараңызшы, түгі өнері жоқ, мысалы үлкен зәулім сарайларда тұрады. Көрдіңіз бе? Бізге енді ол сарайдың да керегі жоқ, бірақ бізге мына бойымыздағы мысалы мен бүкіл қазақтың музыка тарихын әбден игердім. Енді соны шетінен жазып та жатырмын. Бірақ менің сон бірақ арманым бар. Менің тіпті кинода емес, басқа да емес, менің бірақ арманым бар. Осы маған бір не болса ғой. Бір әлеуметтік жағдайым шешіліп, бір пәтерде өзіме баспайды алып, сонда бір жерде отырып алып, өзімнің ана кітаптарымды жазсам, менің соңында сол ертең мол мұра қалар еді да. Өйткені оны менен басқа ешкім білмейді. Мен ертең Таласбек Әсемқұлов сияқты қайтыс болып кетсем, мысалы, Құдай сақтасын, мен өзімнен өзі кетеді. Мен өзім оны алып кетемін. Мен сондайлар қорқытады. Із қалмайды деп ойлайсыз. Иә, жоқ, менен артыңыздан қалатын із. Онда ол із деп, енді менің артымнан қалатын із ба? Енді
ана қазақтың диетанында айтады ғой, бала артында қалған іздейді. Енді Құдайға шүкір балаларым. Соған келісесіз ба? Мен оған келсем, бірақ енді мына шығармашылық мына адамның артында өнері қалған дұрыс. Енді ол Ерлан Төлеутайдың соңынан. Иә, менің артымнан енді Не қалады? Менің артымнан енді әндерім қалады деп ойлаймын. Енді мен көп ән шығардым. Ең танымалы қайсысы? Ең танымалы енді мына менің ауылға кетем деген әнім бар. Кім орындайды? Оны осы мына қолына домбыра ұстаған әншілердің бәрі орындайды да. Мен соған өзім риза боламын бір жағынан. Қайрат Қойбосынов ағамыз кезінде өзі мына Алматыда консерваторияда мына классы болды. Сонда ол осында Еркін Шықман, Биғазы Сұтқабектер өзі үйреткен екен. Сол Еркін мен Биғазы марқұм болып кетті. Қазір соны енді бүкіл енді бір осы консерваторияда оқитын, Астанадағы оқитын жас жігіттер маған тартып ойнап айтып береді да. Сонда мен қуанамын, ой менің бір әнім әйтеуір. Оны айтпайтын қазақ жоқ қазір домбыра тартатын. Сосын домбыраға қол соқпа деген бір үлкен әнім бар. Енді бұл мына Евгений Шагаров деген бізде бір опера әншісі бар. Сол айтты үлкен сахнада. Опералық нұсқасын айтты. Классикалық кәдімгі көркем етіп, орыс болса да сол әнді кәдімгі қазақшалап, жақсылап айтты. Сол әнім менің қазір мына Әміре Қашаубай атындағы конкурстар, Мәди атындағы конкурстарда орындалып, сол бәйге қатысады да. Соны біздің консерваторияның студенттері солар айтады. Сонымен өзім кейде риза болып қаламын. Апырмай кезінде өзім осы конкурстарға қатыссам алмай жүредім. Енді менің әнім сол анау Біржан Салдардың, Ақан Сері, Мұхиттардың әнімен бірге қатысып жатыр деп. Сондайлар енді маған әрине кішкене көңіліме қуаныш сыйлайды. Сосын жалпы халыққа мені танытқан бірінші енді осы Сен және менім, енді өзің орындадың ғой 2000 жылы. Ол енді мені тырнақ алды болғанда эстрада мені домбырамен шығарылған ғой, бірақ енді өзің эстрадалық бағытта шығардың. Соны менен көп сұрайды. Мен домбырамен айтып беремін. Бірақ енді соның өзі ылғи мына орысша айтқанда бір приключениелерге душар болып жүрмін да, соны айтқанда бір қызықтары болды. Енді мен әне бір айтып беріп шеғат делдің енді. Айтып беріңіз. Жоқ, енді ол өте ұзақ әңгімелер енді жаңағындай. Енді ол ыңғайсыз енді айту бір қызық не, содан да айтқанда адамдар ерекше бір сол әнді шығарып маған хабарласқан кезде енді қазір жеңгеміз ренжімейтін шығар, енді осындай Ерлан сияқты жұбайы болғандықтан кішкене түсінетін шығар. Маған хабарласқан кезде Ерлан осы әнді жазарда мен есікті жауып алып, 2 күн ба, 1 күн бе, енді нақты есімде жоқ, жылап осы әнді тудырдым, дүниеге әкелдім. Сол кезде меруерт сенің бейнең көз алдымда тұрды дедің. Ол не деген сөз сонда? Маған әнші ретінде ғашық болдың ба? Бұл жаңағы немесе қалай болды? Соны мен әлі күнге дейін осы сұрақты қойғым келіп жүр. Кейде мына көңілдің кілті болады өзі. Сонда адам мына кірлеген көңіл өз үшін тұра алмас әсте жуынбай дейді. Мына Абайдың керемет осы сөзі маған ұнайды. Кейде адам көңілі кірлейді осы көптеген адамды. Сол кезде бір өлең оқисың, немесе музыка тыңдайсың. Сол кезде бір есікті жауып аласыз. Иә, сол кезде мына жеңгем есікті қаға ма? Жоқ, мен шаруасы жоқ қой. Мен ол процесте оны кіргізбейсіз. Жоқ, енді кіре берсін, бірақ мен ешкімде назар аударатында күйде болмаймын ғой. Көрмейсіз. Муза. Иә, ол кезде бір сондай бұл менде бір муза болды, сол маған түсіме кіретті өзі. Сосын өте әдемі сондай келіншек, сол үстінде мынандай көк көйлегі болады, әдемі мындай бір түс болады, көктің өзі бір сондай. Сол маған түсіме кіргенде мынандай бір керемет маған бір белгі беріп кетеді енді, сондай бір жанымды бір әлдейлеп жұбатқан сияқты түсімде болады. Сосын мен сезем, ол бір бәле болатын. Сосын менде бір сондай бір ситуациялар болады, содан бір кеудеден бірдеме кернеп кетеді. Сол олды көпке бармай, бір 3-4 минут уақыт. Сол кезде мен домбырамды алып, сол әуенді алып қалуға тырысамын. Ол сол сәт одан қайталамайды, одан кетіп қалады. Ол
жылына бір рет болуы мүмкін, бір жылда 2 рет, көп болмайды сондай менде бір сондай күй кешіп жүрген сәтте осы мына енді бәрі ол келе қалады ғой. Мысалы мен сол кезде мына бота деген үлкен орталық құрған Қарағандыда, бота интеллектуалды орталығы дейді, жастардың. Онда бәрі бар, ақындар да, жазушылар да, жастар, саясаткерлер де, журналистер де, жаңағы бәрі сонда тәрбиелейміз енді, сол бас қосып күнде. Сонда ол мен сосын енді ол кітапхананың іші, жаңағы бүкіл кітап, жаңағы 100-ге 1000 кітаптың ішінде отырамын, рахат, жаңағы бүкіл газет бәрі алдында тұрады. Енді бәрі жағдай жасап алдық сол кезде шығармашылық үшін. Сонда қазақ әдебиетінен енді ол кезде керемет жақсы шығады, мысалы қазақ әдебиеті. Сонда сол күйде отырып мен ашып қалсам Жанат Әскербек өлеңдер шығыпты да, бір сонда сен және мен деп тұр. Соны оқып қалсам керемет, жаңағы менің сол жүрегімдегі әлдилеген жаңағы әуен ана жерде. Сол сен домбырам осылай жанымда тұрады. Анам бір екі рет оқып жүргенде, сосын алдымда домбырамды алдым, кәдімгідей бірден бір үлкен бір космостың бір қабаттарынан жаңағы не маған келіп жатқан сияқты енді әуен, жаңағыда осындай енді сұмдық, енді бір ғажайып сәт, енді адам енді өте бір жаңа қиын да, енді бір ауыр сәттер, енді адамның жүрегі деймі бір енді сұмдық қасайып кететіндей бір енді сұмдық не күй кешеді адам сол сәтінде. Сосын енді жаңағына домбырамен тартып бірден түсті, солай бір тұтас, түк өзгерткен жоқ. Міне осылай сен және мен осылай бірден құйылып түсіп, сосын қарасам көзден жас парлап жүріп жатыр, енді сұмдық. Содан кейін енді көзім жас тоқтамайды жаңа. Сосын енді есік жауып қойдым. Енді менің сол отыратын кабинетім үлкен ақ еді өзі, үлкен даладай. Сосын сол кезде бірге істейтін әріптестерім енді кіреді, бүйтіп есік былай тұрып қарайды, мен жылап отырмын. Сосын енді олар ұялады ғой деймін, есікті жауып кетіп қалады. Содан енді білмеймін, сол кезде енді мен сөзіңізді бөлейін. Мен өзімде актрисамын, осындай күйге мен тек қана жауапсыз махаббаттан, немесе жаңағы тағы да бір үлкен сағыныштан болуы мүмкін. Сонда сіз өзіңіз отбасыңыз бар, әдемі келіншегіңіз бар, бала шағаңыз бар, сонда Иммануил Кант айтқандай біреуді аңсадыңыз ба? Енді кішкене осы туралы. Енді мен оны түсіндіріп айта алмаймын енді. Айтыңыз. Енді адамның жүрегінде бәрібір мысалы қалай айтса болады. Айтыңыз. Ашық. Бір өзіңе ғана белгілі бір сезімдерді кешетінің анық қой. Оны сен неге жұртшылыққа айта алмайсың, досыңа да айта алмайсың. Ол іште қалды ғой сол. Мен мысалы өмірі сырымды айтпаймын. Бүгін бізге сырын айтпайтын адамдар келіп жатыр. Тек қана ішінде сақтайтын, сырын айтпайтын адамдар келіп жатыр. Енді қалай да болсын мен бұларды әйтеуір сілкілеп кішкене болсын. Шопенгауэр айтады ғой, сен мына сөйлегенше сөз сенің тұтқының дейді да. Иә, дұрыс айтасыз. Сөйлегеннен кейін бітті. Сен оның тұтқынысың дейді. 4 камера тұр. Жеңгеннен қорқасыз ба? Енді қорқпайсыз ғой. Не үшін қорқуым керек? Мына Саят Медеуов, құдайға шүкір, енді Саяттай азамат, өз қазақ азбыз ғой. Саяттай азамат 3 жұбайы бар екен. Одан енді бір 9 бала бар шығар енді. Енді неге осы Ерлан Төлеутай осындай атақты керемет, енді мен жаңағы мәдениеттану жаны, әнші, композитор, мен сөзім жетпейді. Мына сенің барлық шын мәнінде бойыңдағы талантты айтып саусақ жетпейді. Неге осы бір ғана әлде бар ма жеңгелеріміз? Жоқ, мен шынымды айтайын, мен жоқ. Неге? Енді қазақ деп, қазағым деп, қазақтың тілі деп, осы жарғақ құлағыңыз жастыққа тимей жүргенде
неге сіз демография? Біз Түркияда, Стамбулда 18 миллион ба? Біз ол бір қаланың, түріктердің бір қаласының санына жетпейміз. Сол мәселе ойланбады ма? Әлде жеңгемнен қорқасыз ба? Ой, мәселе мысалы бұл мәселе былай. Қазақта бір сөз бар. Қазақ байыса қатын алады дейді. Жоқ, ол қазақтың сөзі дәл сіз айтатын сөз емес негізі. Жоқ, мен дәл сіз айтатын. Сіз жаңа отырып алып жарты сағат маған қазағымның тілі дедіңіз, қазақ дедіңіз. Қанша сөздер айтып, мен мына жақта не істерімді білмей, енді мен бұл мәселені шынында да күйделіп кеттім мен. Кәдімгідей шарасыз қазақтың тілінен айырылатындай бір күйге түстім өзім, кәдімгідей давлением көтерілді. Енді отырып алып, қазақ байса не жаман? Несі жаман? Бай қазақ көп болса. Жоқ, мен соны айтып отырмын ғой. Олар көбірек бала тудырса. Жоқ, мен соны айтайын деп. Неге Ерлан Төлеутай демографияның өсуіне үлес қоспады? Бітті. Нацпат ретінде. Национальный патриотсыз сіз. Жоқ, мен жаңағы өзімнің жауабымды айтайыншы. Қазақ байыса қатын алады дегеннің. Мен мысалы жас кезімде, енді бала кезімізде соны талай естідік қой. Өзбек байыса тамсалады дейді, қазақ байыса. Соны біз соны өмір дәлелдеді, соны рас екенін. Өйткені екінші әйел, үшінші әйелді материалдық иелікке ие адам ғана алады. Көрдіңіз ба? Соған тіреледі. Жеңгемнен қорықпайсыз. Иә. Тек қана жаңағы үй жоқ, қазір сол үшін ғана сіз өз-өзіңізді тізгіндеп отырсыз. Мен енді ол қазір... Егер қазір сізге осы бағдарламадан кейін 150 квадрат Вавилоннан үй әперсе, астыңызға анау жаңа Емекең сыйлағандай көлік сыйласа, сіз екінші жеңгемізбен халықты таныстыруға дайынсыз, одан бір Құдайға шүкір, әлі жассыз, бір 25 жастағы келіншек болса, бір 5-6 бала туып, сонымен жаңа айтып жатыр ғой, 159 мың береміз дейді бізге. Мен сізге айтайын, ол мысалы, мен сол қазақ хандығы фильмінде осы мәселені көтердім, осы. Не туралы? Тоқал алуды. Керей ханның аузына салдым. Сонда былай дейді, мына бәйбішесі айтады ғой, енді сен енді сөзді ғой, мына жүн жеп жабағы жамылған байлар қос-қостан қатын алып жатыр ғой, сен кімнен кемсің, сен де аласың дейді ғой. Сонда кім айтады? Керей айтады. Жоқ дейді, мен жасым келді дейді. Қазір Ерлан Төлеутай нешеде? Ерлан Төлеутай 52 келеді. Соны сол жаңағы ол Керей ханымыз ол фильмде неше деді? 80-де шығар? Жоқ, 60-ға ек баған кісі, сонда ол айтады. Сонымен, оны айтпай-ақ қояйық. Сонымен Ерлан Төлеутай кәрі. Кәрі деп айтып қоймайды. Кәрі дейді. Сонда жоқ, міне, сіз тыңдап алсаңыз, Меруерт. Сонда ана кімнің шешім қабылдайды, бей дейді, ол айтады. Мен дейді, бір жастың обалына қалмай қояйын дейді. Көрдің ба? Ол айтады, мен саған жас қыз алып берем дейді. Ол жас қызық көретін, өзің теңмен ойнап күлетін жаста дейді, мен оның обалына қалмай қояйын дейді. Сөйтіп, ол тоқал алудан бас тартады, көрдіңіз ба? А бізде қалай? Мысалы, біздің арғы бері тарихты оқысаңыз, мына 19 ғасырда осы әйелдің зары көп. Қос-қостан тоқал алды қазақтың байлары. Оғаннан молдалар Құранды ашып жүріп, ой, сізге тоқал алуға болады екен, мінекей Құран өзі сұрай түсіп тұр деп, сол пәтуаны айтса, ол бай оған тоқты беретін білет, жылқы беретін білет. Сөйтіп, біздің әйел теңсіздігі мәселе, мен сізге айтайын. Мына кімдің Міржақып? Өз еркімен, Ерлан Төлеутайдың екінші жары болам деп, өз еркімен. Қыздар, осы алдыңызға келіп жатса, жеңгеміз рұқсат бере ме? Ол баяғыда берген ғой. Берді. Құдайға шүкір. Сен ал дейді. Мен оны, мысалы... Ал дейді, сіз алмайсыз. Менің одан да басқа жұмыстарым көпті қазір. Мысалы, ол
мен қазаққа өзгеше пайда әкелмексіз. Иә. Демографиямен емес. Демография енді ол маған жас кезімде алуым керек еді. Мен жас кезімде. Неге жас кезіңізде ойланбадыңыз? Иә, оны енді ойлауға мүмкіндік болған жоқ. Біздің заманымыз, Меруерт, өзің білесің, 90-шы жылдарға тап келді. Біз сонда бізге мына әлеуметтік жағдайдың төмендігі сондай. Түк болған жоқ қой. Ал негізі осы жаңа сен және менің шығу тарихын айтқанда көзіңізге тағы да жас келді. Негізі жеңгемізден бөтен басқа адамға бұлай қалай ғашық болып болды ма сондай? Енді болады ғой ол. Жоқ, болады ғой бір бөлек, болды бір бөлек. Болды ма бір адам? Болды, әрине ол. Оны несіне жасырамыз? Өйткені енді ол мен бүкіл әндерді мен босқа шығарған жоқпын, ол бір солардың бір объект болады ғой. Әрине бір болады. Енді ол объектпен сен сұмдық бір неде болмауы мүмкін, бірақ ана былай қалай айтуға болады? Айтыңыз шындығын. Мысалы, шындығын. Сен және менді, мысалы мен сол кездегі енді менің сол жалпы менің бір жалпы емес. Жалпыламаңыз. Жан күйзелісімнің бір соның бір туындысы сол кезде. Менде үлкен жан күйзеліс ол бір жауапсыз сәтсіз махаббатқа қатысты болды ма? Енді кез келген мына оқиға адамға өзінің ізін қалдырады ғой. Жүрегіңізде, санаңызда. Мысалы енді менің қандай оқиға болды еді? Менің ойымда ондай бірнеше мысалы махаббат драмасын дейміз ба? Өткердіңіз ғой? Иә. Соған, сол туралы қане? Болған нәрсе ғой мысалы. Қандай драмалар болып еді? Ондай енді менің басымда бірнеше рет болды. Енді оның бәрі мен ашып айтып отырмаймын, әрине. Сол кезде осы біздің ағаларымыз, Тұңғышбай ағамыз сияқты, Иманды болсын Заманбек ағамыз сияқты қолды бір сілтеп тұрып, осындай сіз жаңағы өнер адамысыз, жаңа әндер жазғанда жылап тұрып жазатын, қолды бір сілтеп тұрып, сол кісінің соңынан кетіп, басқа. Жоқ, мен мұндай болған жоқ. Неге? Енді мен ондай адам емеспін. Мен мысалы сезімнің адам емессіз ғой? Жоқ, мен прагматик дейді. оның аяғының жақсы болмайтынын білемін да. Неге? Жоқ, көп қой. Неге жақсы болмайды? Неге жақсы болмайды? Ол өте аса жақсы нәрсе емес деп ойлайсыз? Мына ошақ бұзылғаннан кейін сіз ойлайсыз солай? Мен солай ойлаймын. Өйткені адам өзінің шаңырағын сақтау керек. Мен өзім көп көрдім, өзімнің мына сол кездегі ағаларымды көрдім, сол кезде көптеген оқиғаларды көрдім. Сондықтан мен ойлаймын, бір қарсысыз. Мен жалпы сондай мына көп әйел алушылыққа шамасы келмесе, мысалы, егер материалдық игілік жетпісті алсын, өйткені әйел адам деген не, ол уәдеде тұрмайды. Мен сізге айтайын. Бұл сені сүйем деуі мүмкін, күйеуім деуі мүмкін. Ал сенде ертең сенде жоқ болсыншы. Әйелге деген сенімсіздік. Ерлан Төлеутай, сенде бүгін бар, әйел сенің жаныңда. Сенде бүгін жоқ, әйел қош бол сәулем көргенше. Солай ма? Мінекі өмірдің шындығы сондай нәрсе. Сол өмірдің шындығы Ерлан Төлеутай солай деп ойлайды. Сондықтан ол сонда бір мысалы менің сол өзімнің бір жарым сол мен ондай менде ой болған жоқ. Омар Жәлел тауар деді қызды. Қызыңыз тауар ма, саттыңыз ба, қазаққа бергіңіз келгені жақсылап тұрып қалың мал алғыңыз келді ма? Жоқ, мен қалың мал алған жоқпын. Мүлдем. Жоқ, енді роман жасады. Біз енді Арқаның қазақтары бізде біз оған біз олақтауымыз ғой. Көңіл бөлмейсіз. Оған біз мен көңілді бірінші мәселе сол мына күйеу балаға бөлдім. Не бала бұл деп. Сосын танысқан кезде оған да көңілім тойды. Сосын мен болды. Маған бүкіл проблема шешілді. Екеуі бір-бірін сүйіп тұр. Екеуі теңін тапса тегін бер дейді қазақ. Мен оған ай сен қалың мал әкел, анауымды әкел, мынауымды мен айтқан жоқпын. Маған ең бастысы мына жастардың бақыты. Соған мен өзі мына құдаларыма да айттым. Біз жастардың бақытты болуына тілектес болайық, тілеулес болайық. Болды ертең. Омар Жәлел. Иә. Дің рейтингі қазір асқақтап тұр. Асқақтап тұр.
Дұрыс па осы айтқаны? Өзіңіз міне жаңағы қызды ұзаттық. Енді ол Омар мен хайп үшін айтты ма? Жоқ. Енді Омарда хайп деген ондай түсінік жоқ. Ол бір өзі жанын аямайтын адам. Мына қазақтың мүддесі жолында. Мен Омарды студент кезінде екеуміз бірге оқығанбыз университетте. Қолдайсыз ғой, дұрыс қой, тауар ғой қыз. Ол жоқ, ол тауар деген жоқ. Не деді? Сіздер түсінбейсіздер. Ол образ түрде айтты. Мен сосын Омармен сөйлестім. Омкау енді осыны бір жұмсақтап айтуға болмас па еді? Сосын ол айтады. Мен қыз деген гүл деп айттым дейді. Қызды аялайық, қызды бүйтейік, қызды жасын өсірмей, асырмай, қартайтпай тұрмысқа берейік деп айтып бағам дейді да, құлағына қыстырмайды дейді. Содан кейін мен образ түрі тауар деп едім, бәрі өтірік дейді да. Мына шындық деген өзі ащы болады. Шымбайына батқаннан кейін дүрсілкіні батыр қазақ қоғамы. Ал енді қыз тауар ма, тауар емес па? Ерлан Төлеутай не деп ойлайды? Қыз тауар емес. Ал енді қазір қыз тауар десек, шамданып жатырмыз. Ол образ түрде айтты. Ал енді қыздың тауар болғаны 19 ғасырда, 20 ғасырда рас. Мысалы, бағана айтқым келді. Мына Міржақып Дулатов Бақытсыз Жамал деген шығарма жазды. Қыз тауар болды. 10-шы жылы Спандияр Көбеев деген үлкен жас сұмдық, оның романын әлі ел бағасын білмейді. Сұмдық роман. Қалымал деген шығармасын жазды. Сұлтанмахмұт жылап отырып, Қамар сұлу деген дүниесін жазды. Осының барлығында әйел теңсіздік жатыр. Біз мына 19 ғасырда, 20 ғасырдың басында әйел теңсіздік бізде керемет осы дағдарысқа түсті. Өйткені сасық байлар көбейді. Сосын мына сарттар дінәк келді, татар молдалар дінәк келді. Олар жаңағындай бір 4 әйел алу керек деген бір идеяны таратты. Сонда осының классикалық түйіні, мысалы 19 ғасырда қазақ қызының жасы көлбі бақты. 70-дегі, 80-дегі шалдарға беріп атты. Сұмдық қой. Сонда мына біздің Мәшһүр Жүсіп атамыз мына ол кісінің әйелі өледі да, сонда әйелсіз қалады бұл кісі. Міне, сонда ана кімге енді ойбай бұл кісі енді әйелсіз қалай тұрады, енді бұған күтім керек қой дегенде, сол бір жас қыз келіп Мәшһүрге айтады ғой, мен сізге әйел болайын дейді. Сосын сонда Мәшһүр айтады, шырағым дейді, сен қызық көретін жастасың. Мен өміріңді қорғыласың, неменеге қорғыласың деп қыз баланы қайтарып жүрген. Міне сондай мәшһүрлер шықты. Тыйым салып, мұндай қыз баланы жылатуға. Әйелді, ол айтты, әйелді жылатқан ұлт оңбайды деді. Сол кезде тауар деген сұмдық мәселе. Кедейлер қызын беріп жатыр, қалың. Мен сізге айтайын, сонда бір үлкен айтыс болды. Мен сізге айтайын, міне, болса да бастан қан шықты ғой. Сонда кім айтады? Сонда бұның классикалық түйіні мына Біржан мен Сара қойды. Сонда Біржан деген анау арқадан келеді. 1000 шақырым жер жүріп, ана Сараның даңқы деген жер жарып тұр. Бұл деген сұмдық. Өзі сұлу, өзі өнерпаз. Ол салдардың енді ол сұлулық көзінің құрты ғой. Мен өзім көремін деп, ана көкшеден келеді, айлап жүріп. Сонда Сарамен айтысқан кезде не болды? Білеміз. Сара Біржанды бачыт қылды. Оның мойында көріп. Ана адам атамын қауананың Біржан оның жаңағы осал жерін тапты. Сонда оның ағайындары оны бір жиенқұлға беріп атты. Жиенқұл бүкірі кем адам екен, топастау адам екен деген сияқты. Сонда сол мінін бетін ашты, бетіне басты ғой. Сонда жаңағы аузымен құс түзеп тұрған Сараны істеді. Түк айтылмады. Өйткені ол сол қазақ әйелдерінің трагедиясы. Міне сонда бұл не деді? Бір ауызбен айтты. Бейдеді. Ағатай, күні құрсын ұрғашының, билігі болмаған соң бір басының, берген соң тері терсек ит талады, пұлындай берекесіз арбашының деді. Ең қызмет, арзан қызмет не? Арбашының қызмет еді сол кезде. Бітті енді, тыйым береді. Ана бір үлгенде қала жоқ қой онда кезде. Ана бір сол ең арзан қызмет. Сонда міне, сол тауар емей немене сол заманда. Көрдің бе? Сонда пұлындай берекесіз арбашының деді. Міне сол проблема. Әлде бар деп ойлайсыз? Әлде бар. Біз егер оны осылай Омар сияқты бетіне басып айтпасақ, жаңағы мына отырып қалған кәрі қыздардың ол проблемасын айтпаса,
оны сен табар болдың демесе, олар ойланбайды. Мына қазір шок деген бір жақсы сөз болды ғой, шок алмаса мысалы, ол әрине мына кәрі қыздар деп қалдыңыз. Ереке, қызды бөлейш, кәрі қыздар деп қалдыңыз. Егер сіздер сияқты сал серілер, екінші жұбай алғысы келмесе, өзі қазақтың саны еркектердікі аз болса, біз әйелдер 8 есе көп болсақ, кәрі қыздар болмағанда... Мен оны айттым ғой. Мен сияқты... Шешімі бар ма? Бар деймін. Өйткені мен айтып отырмын ғой, қолында барлар, жаңағы байығандар, дәулетке елдер алсын. Өйткені олардың 4 әйелді ұстауға несі жетеді. Материалдық жағдай. Материалдық игіліктері бар. Ал енді кедей адам әйелінса, мен бүкіл бүкіл қазақ дүниетанын қарап шықтым осы. Кедейдің әйелі қандай? Кедей 2 әйел алмайды. 2 қатын алғаның дауында деген содан шығады. Кедейдің үйіндегі әйелдер не істейді? Ұрыстап, төбелеседі. Байдың үйіндегі әйелдер. Байдың үйіндегі әйелдер ұрыса қоймайды. Өйткені оның еншісін береді, жаңағы үстінде қазір қандай игілік бар. Қазір тоқалдарды көріп жүрміз ғой. Ол керемет, айқалып жүреді. Сондықтан байлар, дәулетті адамдар алсын. 5 әйел алсын, 10 әйел алсын. Өйткені оған тиетін адамдар бар. Ал енді кедейге кім тиеді? Өзіңіз қараңызшы. Түсінікті. Жобамыздың аталуы керек кісі. Енді түсіндік, жақсы әңгіме болды. Баспана әлі күнге дейін осы Алматы қаласында жоқ екен. Әлгі бермесең бермей ақ қой баспанамды, сонда да тастамаймын астанамды деп ескі Астанада жүрсіз ғой. Егер осы керек кісі деген жобаның атауынан біз шығатын болсақ, бір керек кісі сізге үй беремін десе, жағдай жасаймын десе, жалпаңдап оған өлеңдер жазып, бір кейбіреулер кітап жазып жатыр ғой, кітап ақшасы бар адамдарға арнап, ой сен кереметсің деп кітаптарды том-томдап жазып, үй беріп жатыр оларға, коттедж, машина. Керек кісінің соңынан жүгіріп керек кісіге жағымпазданасыз ба? Енді мен осы жасыма дейін... Керек кісі деген кім сіз үшін? Осы жасыма дейін мен ондай дерттен ада болдым. Мен ондай жағымпаздансам, өзімнің пайым түгелін десем, мен баяғыда шалқып жүрген болар едім. Мен көріп отырмын ғой, мен мына Қазыбек бидің бір сөзі бар. Болғысы келмейтін ер жоқ дейді, бірақ беттің алауы жібермейді дейді. Көрдің? Жібермейді ғой. Бәрі мысалы бай болғысы келеді, бәрі атақты болғысы, бәрі даңқты болғысы келеді, жаңағы бәрі бір жерден оңай қаражат тапқысы келеді, демеуші тапқысы келеді, қызметте отырғысы келеді, креслода шайқалып отырғысы келеді. Мен болғым келмейді дейсіз ба, маған жақсы дейсіз ба мысалы? Мен мысалы енді кейде маған... Керек кісі жолықпады ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Жолықпады, керек кісі. Әлде жолықты, бірақ аулақ жүрдіңіз ба? Енді кейде сезесің, біреуге олай тәуелді болғың келмейді. Мысалы, сен ерттеп мініп алғысы келетіндер болады да. Ал енді үлкен жүрегімен жаңағындай, мына Таласбек жылатқандай, Иманғали сияқты үлкен арда ағалар кеп, сондай жастар. Біз бірақ ол кезеңге біз жол ілікпей қалдық. Өйткені олардың дәуірі өтті. Мысалы, Иманғалидың кезінде осы қаншама қаңғып жүрген қазақтың ақын жазушысына бәрін үй алды, үйтті, бүйтті. Қазір бәрі ұмытып кеттік сол кісіні. Қазір ондай адамдар жоқ біздің қоғамда. Жоқтың қасы. Жоқтың қасы дейтін мен өзім көрген жоқпын. Біздікі деңгей мына жаңа фанерщиктердің деңгейі ғой, соларға береді, соларға төгеді. Ал енді қоғамға мына қызмет етіп жатқан ақсыз пұлсыз біздің мына санамыз әбден сол тотығып қалған ғой. Ондай не жоқ бізде. Сондықтан мен ондайды ойламаймын. Мен жас кезімде ондай мен әлгі керек кісілер болмағанда мен қазір келеді деп. Өйткені біздің қазір біздің енді былай айтқанда мына пайда әкелетін адамға ғана қаржы құятын шығар деп ойлаймын да. Мына бізден одан не жоқ қой, пайда жоқ қой. Біз оған не бере аламыз? Көрдіңіз бе? Оны мен насихаттап жүруім керек қой сонда. Маған бәленбай үй алып беріп еді, ой алғыс айтамын, кітабын жазып. Онда мен жоқпын. Мен естідім жақында бір ағамыз туралы бір
кәдімгідей кітап өлең жазған екен, сол кісі өзінің үйінің жанынан сол кісіге деп айтайыншы енді, ақын демей ақ қояйыншы, аузым бармай жатыр ақын деп айтайын. Соған 2 этажды коттедж берген екен. Енді ондайлар көп, ол мен білем, ана түкке тұрмайтын бір заказға жасамайсыз. Жоқ, мен ондай заказбен жанын қинап, ол мен аш жүргеніңіз артық. Аш жүрген ол аш жүрген жақсы ой. Иә. Өйткені ойың тұнық болады да, ал сен семіріп, жаңағы жерде біреудің былғанып, оның бір ол қанымен келді ме, ол біреудің адал ақшасы ма, айламен келді ма? Иә. Сондықтан мен енді не болса пешенемін. Енді мен ана күні маған бір қатты сөз айтты да, енді қатты болғанда маған мені қорқытты. Сіз енді өліп қалсаңыз, сонда сізді қайдан шығарады дейді да. Мысалы, қайдан шығарғаныз? Осы Алматыдан шығарады. Жоқ, сіздің пәтеріңіз жоқ қой дейді да. Енді онда тұрған не бар? Сіз соған ұялмайсыз ба дейді енді, мысалы. Мен не үшін ұялам дедім да. Мен енді адал қызметімді істедім, өзім шам кеше қазақ қоғамының өзінің бір қазақты қалпын сақтауға өзімше мен үлесімді қостым, енді жанталасып жұмыс істедім, өте көп жұмыс істедім, алыстым, жұлыстым. Енді мен құдай бермесе мен істеймін, тартып алам ба? Оны мен ұялмайын, халық өзі ұялсын дедім, мысалы. Сонда мен оған ұялмайын, мысалы. Ереке, әлі ұл бар, үйленбеген, Құдайға шүкір, соны үйлендіреміз. Әлі ол жаққа баруға ешкім асықпайды. Сол үшін жаңағы келін түсіріңіз. Енді содан кейін немерелі болып, сары түсті шал кемпір болғанша жеңгеміз екеуіңіз әбден осы өмірдің бақытына тоймай жүре беріңіздер деген тілек айтамыз. Көп рахмет. Мына керек кісінің ең соңғы өзі бір блиц сұрағы бар. Иә. Бірақ адамды айтасыз. Кім сізге керек? Бірақ адам. Ой Алла, иә. Енді мына Махамбеттің бір керемет өлеңі бар. Сол айтады: арғымақ сені сақтадым, құлағың сенің серек деп, азамат сені сақтадым, бір күніме керек деп. Маған азамат керек жалпы. Жолығың бастайды азамат. Кім нақты бүгінгі күні? Кім нақты керек кісі? Ауадай қажет нақты адам кім? Ол енді кім аты? Мен бағана сізге айттым ғой. Жоқ. Мен сізге айтайын. Сұраққа жауап беріңіз. Жауап берейін, маған қиын емес. Баяғыда бізге Таласбек Әсемқұлов өте керек еді. Бірақ оны керек қылған ешкім жоқ. Ерлан Төлеутайға өліп қалды да. Ерлан Төлеутайға керек кісі. Қазір маған кім? Маған өзіме де қоғамға бір керек кісі бар. Кім? Ол Дидар Амантай. Дидар Амантай керек кісі. Иә, өйткені сіздер оқыған шығарсыздар, мына кейінгі Абай жөнінде жазған эссесі. Балаңыз емес бір тау, жұбайыңыз емес, қызыңыз емес. Енді ол үйде айтсам, әрине ол керек қой. Бірақ мен объективті түрде айтып отырмын. Мен ондай жаттанды неге жауап бергім келмейді. Әрине бала да керек, әйел де керек, бірақ азамат керек. Қазір сізге Дидар Амантай керек. Иә, қазір мен соның маған Дидардың маған денсаулық толғандырады. Жаңа Дидардың өте қиын жағдайда қалғандығы, оны қазір барлығының тастап кеткендігі, жаңағыдай өзінің кезінде Дидар деп жүргендердің барлығы қазір Дидарға жоламайтындығы, оны жалғыз кеткенді ойландырады. Менің азаматтық позициям сол. Қазір қоғамға Дидар Амантайды сақтау керек. Қазір жылаймыз, ой Таласбек май керемет еді, кезінде Асқар Сүлейменовті жоқтап жылағанбыз, тағы да ұлы тұлғалар керемет болды, қазаққа керек кісілер. Қазаққа өлгеннің бәрі жақсы емес пе? Өлгеннен кейін бәрі жақсы еді. Қазір кәнекей Дидар Амантайды сақтайық. Ол қазаққа керек кісі, маған да керек кісі. Керек кісі. Жақсы. Аман болыңыз. Амандық болсын. Достар, біздің арнамызға жазылыңыздар, қоңырауды қойыңыздар, үлесімді басуды ұмытпаңыздар.